мына қазір шынымен қызық болсын деп адамдар әр нәрсені істейді ғой. Бірақ сол қызықтың арты бүкіл өміріне айналып кетеді. Мына жігіттерге айтар едім. Білмеймін енді ол мода ма, мода емес па, намысы бар жігіттер, бірақ осыны ойланар деп ойлаймын. Байқайсыздар ма, қазір үйленеді ғой. Үйленген кезінде еркектер жаңа тойда, гулянкада жүрген кезінде әйелінің алдына тізерлеп отырып, қолына сақина таға ма, бір нәрсе істейді, білмеймін. Бұл еркекке адам істейтін нәрсе емес, бауырым. Сен қатынның алдында тізеге отыратын адам емессің, сен ел қорғайтын адамсың да негізі. Бірақ сен қатынның алдында үйленбей на колени отырып жатқан екен, болды ғой, сен өмір бойы жаңағы болды ғой, сонымен соның күші болып өтесің ғой. Қалай ойлайсыздар өзі? Сен білмеймін енді. Мен басым жетпейді да бұл нәрсеге. Әйелің алдында на колени отырып, үйленбей на колени отырғаннан кейін болды ғой, кейін ол сені шыр айналдырады ғой. Қайта сен тақ қолына кольцоны, ол на колени отырсын да, сен тұрып тақта, еркексің ғой сен еткені. Сен аттағы адамсың ғой, ол жаяу қатын ғой ол. Одан кейін жүреді да, өзі басында әйелдер кінәлі емес негізі. Еркектер өздері на колени отырып үйреніп қалғанда, кейін сөйтеді да, менің әйелім тыңдамайды. Қайт тыңдайды, сен на колени жүрген адамсың ғой. Осы кейбір жақсы әдеттер бар ғой, жақсы әдет дейді. Осы әдеттердің өзін дұрыстау керек деймін да. Әдемі болсын, қызық болсын деп көрінген нәрсені басың жетсін жетпесін істей бермейше, кішкене мына кәлләні істету керек деймін да. Артыңа зиян тиіп кетпей ме екен? Сен тұрсын анерде на колени да, жаныңда ана бауырларың, класстастарың, аға, інің, қарындастарың қарап тұр ғой.